Бүгінгі таңда бізде екі резервуарымыз 150 кубтан өрт қауіпсіздігі үшін жасалынып жатыр. Одан кейінгі орында біздің қолдан жаңағы отход суларымыз төгілетін септик жасалынып жатыр. Екеуінің де қабырғалары бетоннан құйылып жатыр қазіргі таңда. Мына жаққа баратын болсақ, мына жерде өзіміз объекттің басында цех ұйымдастырғанбыз. Аумақтың заборын қолдан жасап жатырмыз. Жасап жатқан заттарымыздың көбісінің материалдары отандық өнімдерді қолдануға тырысып жатырмыз. Бізде металдан болады забор, металлоугольник және трубадан болып жатыр. Одан кейінгі мынау бізге сыртқы қасбет жұмыстар басталып кетті. Негізгі бүкіл конструкциялар, несуші конструкциялар бітті бүгінгі таңда. Қазір фасад, сыртқы қасбет және ішкі әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Терезелердің бәрі орнатылған. Линейный панель, ол осы өзіміздің Ақмола облысындағы зауыттардан шығады. Барынша осы қазіргі таңда барынша өзіміз отандық өнімді қолдауға тырысып жатырмыз. Құдай қаласа осы жылдың сентябрь айында, қыркүйек айында оқу жылына дайындап бітіріп береміз деген жоспарымыз бар. Инженерлік желілер, сумен қамтамасыз ету, жылу жүйелерінің барлық тартылып қойды. Қолымызда стяжкамыз құйылған. Мына штукатурканың астында кабельдер, электр жүйелері бәрі тартылып қойған. Бірінші, мына әрлеу жұмысынан бұрын ішкі инженерлік жүйелер бірінші тартылады, міндетті түрде. Одан кейінгі әрлеу жұмыстарын бастаймыз. Вентиляцияның жүйесі қойылған. Жалпы енді соңғы штрихтар қалды. Мұнда радиатор қойсақ, кішігірім әрлеу жұмыстары бар. Одан кейін дайын болады, бояуға дайын болады. Қолымызда линолеум, қолда линолеум, ал коридорда уже керамогранит жалғас береміз. Сол мына терезеден құлап кетпеу үшін осында терезеден жоғарыдан төмен ашылатын. Және мына жерде шектеуіш құралы орнаттық. Қол қашып кетпейді. Балалардың қауіпсіздігі үшін барлығы. Терезе өзімізді осы Астана қаласында цехымыз бар. Сол жерде құрастырылып, әкеліп орнатылып. Мынау бізде балалардың асханасы, тамақ ішетін жері. Арғы жақта бұл үш сменмен ішеді мұнда. Бұл жерде мұғалімдердің өздерінің ішетін зонасы бар, оқушылардың ішетін зонасы бар. Мынау келесі блокта уже тамақ дайындайтын асхананың өзі. Мұнда өзінің ішкі құрал жабдықтарын бәрімен орнатып береміз. Өзінің жаңағы жеке мұздатқыш бөлмелері бар, етке, балыққа арналған деген сияқты. Соның бәрі қарастырылған.